Сәлем достар. Жаңа ғана әдемілеп тұрып бір видео жазып едім. Оным дұрыс сақталмапты. Сонымен ештеңе етпейді деп қайтадан бастағалы отырмын. Бұл видео негізі жаңа бір серияның біріншісі болып табылады. Ол плейлист дейміз бе, ол серия дейміз бе, түрік тіліндегі алғашқы 1000 сөзімізге арналған. Қазір өздеріңіз білесіздер, мен түрік тілін үйреніп жатырмын, кино арқылы, сериалдар арқылы. Сонда байқағаным, көп сөздер әлбетте түсінікті болып көрінеді, себебі түбірлері қазақ тілі мен түрік тілінде кездесетін сөздер, бір түбірлес сөздер өте көп. Сондықтан білетін сөздеріме бір жағы есеп болсын деп, екінші жағынан мен сияқты өз бетімен нөлден бастап үйреніп жатқан адамдарға көмек болсын деп, осындай серияны бастадым. Бүгінге біз 9 сөз үйренеміз, 9 сөзді парықтаймыз немесе, себебі бұлардың арасында, үйренетін 9 сөздің арасында 3-4-еуін біз білеміз, әлдеқашан білеміз. Ал кеттік ендеше. Оны аптаның күндерінен бастаймыз. Хафтаның күндері дейді, яғни бұл біздің осы санап отырған 1000 сөзіміздің алғашқы 2 сөзі болып табылады, себебі хафта деген апта, күндері. Хафта апта, күн. Екінші айта кететінім, біз дүйсенбіден бастамаймыз, жексенбіден бастаймыз. Неге десеңіз, бұл логикалық жағынан да, сосын семантикалық жағынан да дұрыс, себебі біз аптаның бірінші күн ретінде қабылдайтын дүйсенбіміз негізі душанбе деген парсы сөзінен, яғни ду деген екінші, ду екі, ду деген екі, яғни душанбе ол екінші күн деген сөз, дүйсенбі. Сондықтан жексенбіден бастайық. Ал екінші себебі, жексенбі түрікше пазар, яғни базар болатын күн деп қылсаңыз болады. Ал дүйсенбі пазар тесі деп аталады. Логикалық жағынан да бізге жеңіл бол үшін осылай жексенбіден бастайық. Пазар, яғни базар болатын күн, пазар тесі, базар болған күннен кейінгі күн, базардан кейінгі күн, базардан ертеңгі күн, пазар жексенбі, пазар тесі дүйсенбі. Сонымен салы деген араб тілінде үшінші күн деген мағынаны білдіреді екен. Салы, яғни егер душанбе екінші күн болса, дүйсенбі, салы деген түрікше үшінші күн дегенді білдіреді. Араб тілінде де бұл күн санамдары, апта күндерінің санамдары бойынша салы үшінші күн. Ал чаршамба дейді, бұл төртінші күн дегенді білдіреді парсыша, қазақша сәрсенбі. Першембе фарсыша бесінші күн дегенді білдіреді, аптаның, қазақша бейсенбі. Джума, арабша жұма. Араб тілінен яғни келген сөз жұма, ал қазақша жұма. Жұмартесі жұмадан кейінгі күн, жұмадан ертеңгі күн, сенбі. Сосын қайтадан пазар. Ал тағы да бір рет атап өтейік, хафта күнлерін, яғни аптаның күнлерін: пазар, жексенбі, пазар тесі, дүйсенбі, салы, сейсенбі, чаршамба, сәрсенбі, першембе, бейсенбі, жұма, жұмартесі, сенбі, яғни жұмадан ертеңгі күн. Сосын қайтадан пазар. Меніңше алғашқы 9 сөзіміз өте оңай, жеңіл сияқты қабылдауға. Егер видео ұнаса лайк қойыңыздар, қосатын бір пікірлеріңіз болса, міндетті түрде жаза кетіңіздер. Маған сіздердің пікірлеріңіз өте қызық, білгім келеді. Сосын жазыла салыңыздар, себебі егер менімен бірге түрік тілінде 1000 сөз үйренгілеріңіз келсе, осы серияны аяғына дейін апарам деп ойлаймын.
құдай қаласа апартуға жазсын. Сонымен жақсы достар, кездескенше сау болып тұрыңыздар.